Саламатсыздар ма? Бұл менің C++ Builder ортасында екінші сабағым. Бүгін біз айнымалылармен жұмыс істейміз. Айнымалыларды қолдану арқылы калькулятор бағдарламасын жасайық. Builder бағдарламасына кірейік. Форманы түрлендіреміз. Атын өзгертіп түс береміз. Және бүгін біз edit button және label компоненттерімен жұмыс жасаймыз. 2 edit, 4 button, 1 label. Label компоненті жауабы шығаратын компонент. Атын алып тастаймыз. Edit'тің сөздерін алып тастаймыз. Button 1-ге плюс, button 2-ге минус, button 3-ге көбейту, button 4-ге бөлу. Ең бастапқы айнымалы берейік формның астына. Біз бүтін сандармен жұмыс істейтін float типімен жұмыс істейміз. Және енді біз edit1 компонентіне енгізілген жолдық символдарды сандады, яғни оны сандық типқа ауыстыруымыз керек. Ол үшін аны меншіктейміз str to float функциясы арқылы. Edit1-дегі сөзді дәл осылай бұны да float edit2 текст. Ал енді біз label компонентіне шығарылған float типті санды қайтадан жолдық типқа ауыстыруымыз керек. Ол үшін керісінше float to str функциясы қолданылады. Бұл жерге a және b-ны қосамыз. Ал енді тексерейік бағдарламамызды. Мысалы 56 қосылған 44. Енді дәл осылай келесі амалдарды жасайық. Минус амалы. Меншіктейміз. Енді адан аламыз бұны. Дәл осылай келесі компонентті де. Ал бұл жерде көбейтеміз. Дәл осылай бөлу амалында. Төлейміз. Бағдарламамыз тексерейік. Осында қателерді жібермегеніміз жөн. Ал енді мысалы басына списіде 65 қосылған 45. 110. 456 алынған 126. 335 көбейту 13. 65 және 99 бөлінген 11. 9. Енді сіздер өздеріңіз қалауыңызша көптеген амалдарды қойсаңыздар болады. Мысалы, edit1-де енгізілген
сандардың квадратын, немесе оның түбірасында шығарып, немесе осы сандардың синус косинустерін, немесе процентін. Ал көп калькуляторларда қолданылатындай сіздерге енді тазалау мен бағдарламадан шығу кодын жазайын. Тағы да 2 баттың қоямыз және тазалау. Екіншісіне шығу. Тазалауға мәтін енгізілген компоненттерді тазалаймыз. Тексерейік. Мысалы 5456 456 қосу. Міне тазаланды. Ал енді шығу батырмасы. Шығу батырмасына жай ғана close және екі жақшаны қоя салғанымыз жөн. 785 бөлінген 5. Тазалау, шығу. Міне бүгінгі сабағымыз бітті. Келесі кездескенше.